Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып математика 101-ші сабақ. Осы сабақтағы барлық тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бірінші тапсырманы орында жас суретшіде бояудың 4 түсі бар. Табиғат көрінісін бояу үшін 2 түс таңдап алу қажет. Оны қанша тәсілмен таңдап алуға болады? Түстерді әріптермен белгілеп, нұсқаларды жазайық. Бұл жерде көк қызыл, көк жасыл, көк сары, қызыл жасыл, қызыл сары, жасыл сары деген 6 тәсілмен таңдап алуға болады. Екінші тапсырмаларды орында. А тапсырмасы: егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларынан неше 2 таңбалсан құрастыруға болады. Ондай жағдайда біз 12 2 таңбалсан құрастыра аламыз. 67, 68, 69, 76, 78, 79, 86, 87, 89, 96, 97, 98. Әсі: егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, онда 1, 2, 3, 4 цифрларынан неше 2 таңбалсан құрастыруға болады. Ондай жағдайда 16 2 таңбалы сан құрастыра аламыз. Олар 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44 болады. Есіңде сақта, нұсқаларды жазу жүйесі болмауы тиіс. Таңдап алудың дұрыс жолы сандарды өз суретімен жазу. Мұндай таңдап алуда бірде-бір нұсқа қалып кетпейді және нұсқалардың қайталануына жол берілмейді. Яғни бұл жерде сен жазған кезде әр санды нұсқаларына қарай жазасың. Мысалы, 1-ден бастайсың, 1-ден басталатын барлық нұсқаны құрастырасың, одан кейін 2-ден басталатын барлық нұсқаны құрастырасың, 3-ден басталатын барлық нұсқаны құрастырасың. Сондай жағдайда ешқандай нұсқа қалып кетпейтініне көз жеткізуге болады. Үшінші тапсырманы орында. Арман суреттері бар фишканы 3 рет лақтырды. Арманда күн мен кемпірқосақ суретінің неше нұсқасы болуы мүмкін? Бұндай жағдайда 8 түрлі нұсқа болуы мүмкін. Мысалы, күн, кемпірқосақ, күн болуы мүмкін. Күн, кемпірқосақ, кемпірқосақ, күн, кемпірқосақ, кемпірқосақ, күн, кемпірқосақ, немесе күн, кемпірқосақ бола алады. Төртінші тапсырманы орында. Саяхатшы 5 баланың әрқайсына табиғатты суретке түсіру үшін сыйға 1 фотоаппараттан берді. Саяхатқа шығар алдында әр бала достарын 1 ретпен суретке түсірді. Оларда барлығы неше фотосурет болды? Бірінші балада 4, екінші балада 4, үшінші балада 4, төртінші балада да, 5-ші балада да, яғни барлығында 4 фотосуреттен барлығын қосқанда барлығы 20 фотосурет болды. 5-ші тапсырма: графикке қарап оның сипаттамасын құрастыр, сұрақтарға жауап бер. Қозғалыс графигі бойынша тағы сұрақтар құрастыр. Графикке назар аударайық. Графиктен жаяу жүрген туристің А пунктіне таңертең сағат 9-да 4 км/сағат жылдамдықпен жолға шыққанын анықтауға болады. 1 сағаттан соң 12 км/сағат жылдамдықпен оның соңынан велосипедші турист шығады. Велосипедші қай уақытта аялдады? Велосипедші қанша уақыт аялдады? Аялданғаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгерді? Осы 3 түрлі сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: велосипедші қай уақытта аялдады? Ол 11 мен 12:00 аралығында аялдады. Одан кейін келесі екінші сұрақ: велосипедші 1 сағат уақыт аялдады, яғни 12-ден 11-ді азайтамыз, ол 1 сағат. Аялдағаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы 10 км/сағатқа өзгерді. Оны табу үшін 22-ден 12-ні азайтамыз, 10 болады, 13-ден 12-ні азайтамыз, 1 сағат. 10-ды 1-ге бөлсек 10 км/сағатты береді. 6-ші тапсырма: сызбалар бойынша есеп құрастыр. Осы есептер бойынша құрылған өрнектер нені білдіретінін түсіндір. Бұлар кері есеп бола алады ма? Тағы да кері есеп ойластыр. Мынау бойынша біз бірінші А нұсқасын қарастырып көрейік. Сызба бітте төмендегідей болып тұр. Асын қарастыратын болсақ, яғни мынау бойынша, бірінші сызба бойынша 10 қосылған. Мына бірінші сызба бойынша 10 қосылған 5 көбейтілген 2 тең 25 көбейтілген 2 тең 50 км 2 көліктің жүріп өткен жолы. Немесе 90 азайтылған 10 қосу 15 көбейту 2. Мынау бойынша қарастыратын болсақ, 90-нан 50-ді азайтамыз, 40 км 2 ауылдың арасы. Енді әсі бойынша, мынау бойынша құрастыратын болсақ, 90-нан 40 аласың, 50 болады, 2 көліктің жүріп өткен жолы бұл болады. 90 азайтылған 40 бөлу 2, яғни 50-ді 2-ге бөлеміз, ол 25 км/сағат. Бұл қашықтау жылдамдығының
көрсеткіші. Одан кейін 40 азайтылған 90 азайтылып 40 бөлу 2 азайту 10 ол 15 км сағат бұл бірінші көліктің жылдамдығы. Енді тағы да кері есеп құрастыруға болады ма дейді. Кері есепті мына түрде құрастыра аламыз. Бірінші шартын жазып аламыз. В1 15 км сағат, В2 10 км сағат. Бастапқы арақашықтық 40 км, барлық арақашықтық 90 км. Уақыт белгісіз. Жақша ішінде 90-нан 40 азайтып 25-ке бөлеміз, бұл 2 сағатты біледі. Яғни жауабы 2 сағаттан кейін екі көліктің арасы 90 км. Немесе тағы да кері есепті мына түрде құрастыра аламыз. Жетінші тапсырма есепте және тексерейік. Бірінші бізде 100 мыңнан 895 азайтамыз, ол бізде 99.105-ке тең болады. 99.105 895-ке қоссақ 100 мыңға тең. Келесі өрнек 825.865-ті 546.879-ға қосамыз, ол деген сөз 872.743-ке тең болады. 872.743-тен 546.879 азайтқанда 325.864-ке тең. Келесі 36.400-ді 500-ке көбейтеміз, ол бізде 15.411.920-ға тең. Жоқ, 15 миллион болмайды бұл жерде. 154.119.200 болады екен. 154.119.200-ді 306.400-ге бөлсек 503-ке тең. Келесі өрнек 968-ді 548-ге көбейтетін болсақ 529.946-ға тең. Бөлген кезде 968-ге тең болады. Әрі қарай. Келесі өрнек 3952-ні 52-ке бөлсек 76-ға тең. Бұл жерде тексерумен жазылып тұр. Одан кейін 33.855-ті 111-ге бөлсек 305-ке тең болады. 8-ші тапсырма, тапсырманы орында. Кітапханада ерекше жануарлар туралы кітаптарды 4 бала тыңдады. Олар 5, 8, 13 және 15 жаста. Балалардың аты Айна, Бауыржан, Шолпан және Күләш. Олардың біреуі балабақшаға барды. Айна Бауыржаннан үлкен, ал Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді. Сонда әр баланың жасы нешеде? Яғни Айнаның жасы 13-те болған, Бауыржанның жасы 8-те болған, Шолпан 5 жаста болған, Күләштің жасы 15 жаста болған. Әр балалардың қосындысы 3-ке бөлініп тұр. Соңғы 9-шы тапсырма, бұл үй тапсырмасы, ойлан және жауап бер. Әлия сөреге көк, сары, қызыл түсті 3 жартас қою қажет. Ол мұны неше тәсілмен орындай алды? Ол мұны 6 тәсілмен орындай алады. Яғни бірінші тәсіл көк, сары, қызыл, екінші көк, қызыл, сары, үшінші сары, көк, қызыл, төртінші сары, қызыл, көк, бесінші қызыл, сары, көк және қызыл, көк, сары нұсқалары. Бұлай болса сабақты аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.